Енді осы және өзге де тақырыптарға толығырақ тоқталып өтсек. Ел билігіне жаңа буын келе жатыр. Бұл заман талабы. Нұр Отанның кезектен тыс сессиясын ашқан елбасы, партия төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев өз сөзінде осылай деді. Тұңғыш президент Қазақстан қазір жаңа кезеңді бастан өткеріп жатқанын ерекше атап өтті. Сондай-ақ елбасы жақында ғана партияның 18-ші съезі өткен айтып, бұған дейін атқарылған жұмысты саралады. Соңғы съезде Нұр Отан партиясының мүшелері мемлекет келешегі үшін маңызды мәселелерді талқылап, алдағы жоспарын айқындаған еді. Стратегиялық бағдарлама да 18-ші съезде бекітілді. Атқарған жұмыстарымыз жетістіктерімізге бірге баға бердік. Ал бүгін Қазақстан президентінің алдағы сайлауында өз кандидатымызды ұсыну үшін бас қосып отырмыз. Бұл өте маңызды мәселе. Саяси және Қазақстанның өміріндегі тарихи мәселе. Қазақстан жаңа кезеңге қадам басып отыр. Биылғы 19 наурызда, өздеріңіз білесіздер, мен президенттік өкілеттігімді тоқтаттым. Еліміздің жарқын болашағы үшін осындай оңай емес шешім қабылдап, ойланып, толғанып шешілген мәселе болды. Мемлекетті басқаруға басшылардың жаңа буыны келетін заман болды. Уақыт солай, өмір солай. Олар тәуелсіз Қазақстанның абыройын арттырып, беделін биіктете түседі деп сенемін. Біздің буынымыз соларға көмек көрсетіп, жан-жағынан қолдап, жағдай жасауымыз қажет.